Al musulmanның баласы, ey musulmanның баласы, Құранды бір деп біліңіз, ғибадат тағат қылыңыз. Қанша айтқанмен болмайды бір Алласыз күніңіз, шама келсе дін ұстап ету керек, ыждахат тұрғанда сау деміміз. Қара жердің астында қалады бір күн тәніміз, жарылқаса бір Алла жарық болып нұр толат қараңғы қабірініміз. Жан тәсілімге келгенде келгейдағы кешікпей, кәлимаға тіліміз. Екі жақтың жауабын дұрыстасақ, сауалын дін ұстасақ, тазалап Алланың сүйген құлымыз. Бір Құдайға мағұлым іштегі пікір сырымыз. Мәңкүрнің күр сауалын берсеңіздер кідірмей, жақсы менен жаманның айырып парқын біліңіз. Мұсылманның баласы, шама келсе жөн сөйлеп уәделі сөзде тұрыңыз. Жақсы менен жаманның айырып парқын біліңіз. Бір Құдайға мағұлым іштегі пікір сырымыз. Бұл жырды сұрады ғой азаматтай ініміз. Айналайын азамат, жақсылықта өте берсін күніңіз. Сыратыл көпір майданда Құдайдың сүйген құлдар өтеді депті сүрінбей. Күнә сауап істерің олда бір кетеді білінбей. Айбатты нәрсе көп дейді жеті тамақ жалыннан, қатты қорқып расулым таң атырып сырқатпен көздері кетіп ілінбей. Ой, таңда мақшар бақшылары тағат еткен құлға бар, Кәлимулла шәріптен келіп тұрған жынға бар. Айдай бетің нұрланар, сегіз жұмақ жәннәтті керегіңнің бәрі бар. Мінуге тұрған жорға бар, бақшалар бар, жайнаған ләзәтті жеміс құрма бар. Іште жатқан сол күнде кәпірлер босқа құрғалар, азабынан тамұқтың шықпас дайын шырмалар. Жазықты жаннан дін сұрап баяны бар ма, бақидің пәни жалған бұлғалар. Сақтай көр Алла мақшар күн, жеті тамы жалынлан. Шаттық қанда сақтай көр, өбелі шайтан залымнан. Аңдып жүрген малғыннан, жаппарға жәрдем ете көр. Істерім көп қой жаңылған, жараңдар байқай қарасаң. Жақының бар мет өзіңнен, біріші бұндай жаныңнан. О, байда болсаң зекет бер, айдап жүрген малыңнан. Ақырет күні пайда жоқ бұл күндегі бағыңнан. Алда неше хисап бар сөйлеген тілмен жағыңнан. Деген екен дейді ғой Сәттіғұл бабамыздың сөзі бұл.